Анасы айтады ғой, балам, сен іліміңді ала бер дейді. Қара, ана шешені қараңыз. Балам, сен іліміңді ала бер, мен өзім мына бірдеңені шұқып тоқсам да сені оқытам дейді. Бәрімізді сөйтіп оқытты ғой, дұрыс па? Барлығымызды шешеміз, мына жерде үлкен кісілер біледі ғой, жастар әлі оның қадіріне жете қоймаған шығар. Үлкен кісілер білесіздер ғой сіздер, барлығымызды кім оқытты? Шешеміз оқытты. Біреулеріміздің шешеміз мынау темір жолда пойыздан пойызға секіріп зат сатып жүріп оқытты, дұрыс па? Біреулердің шешеміз бірдеңені тоқып, сатып, жүншілік тоқып бірдеңе қылып оқытты. Біреулердің шешесі егін егіп оқытты. Балам ешқандай қиналмасын деп сенің артыңнан ақша салып отты. Дұрыс па? Өтірік пе әлде? Осындай болды. Заман қиын болды, білетін үлкен кісілер. Көрші үйдегі баланың туфли, мен кішкентай есімде, сәл кішкентай есімде, мен бір 5-6 жасым, 7 жасым бекен, 1-ші классқа, 2-ші классқа барып жүрген кезімде, менің көрші үйдегі ағамның бірге параллель оқиды дейді ғой, мынандай бір класста оқиды. Бірге оқиды, бірақ екеуі екі класста оқиды. Біреу түстен кейін, біреу түске дейін. Сол түске дейінгі оқитыны, түстен кейінгінің туфлиін киіп кететін еді сабаққа. Сөйтеді де тез кел деп айтады. Жүріп қалма, тез кел, өйткені ана екінші үлгеру керек сабаққа бар. Көрдіңіз ба? Сол ағам үйге қарай жүгіріп қайтады, көрші үйдегі бала кетті де, ана туфлимен сабаққа келеді. Екі адамға бір туфли. Дұрыс па? Екі адамға бір туфли киген уақыттар болды елде, біздің елде болды, тәуелсіздік алған кездерде. Соны ұмытпау керек. Қазіргілер дышыға бір кроссовка, бір бутсы, туфли, мынау китайский, турецкий таңдап тұрып, әр тәнге бір туфли, бір кроссовка алып алғансың ғой қазір. Қатырып оқып атқаның шамалы бірақ. Шешеңе әңгіме айтпадың. Ой, бірдеңе деп бірдеңені қатырып жүргенін құсап. Вообще хақың жоқ сенің шешеңе сөйлеуге өйтіп. Көрдіңіз ба? Ол бірақ айта алмайды да, біздің кезде сондай болып еді деп. Сен құтырмасайшы балам деп. Құтырып атқан жоқпын деп тағы атып шығасың анау. Көрдіңіз ба? Жоқ, шешең сенің адам болсын деп еш нәрсесін аямайды, бауырлар. Шеше еш нәрсесін аямайды.